12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Қазір біз ересектердің тіс дәрігеріне келіп тұрмыз. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Сізге ауырмайтын жол іздеу бағдарламасы бойынша келіп тұрмыз. Саламатсыз ба? Ал енді үлкеннің де кішінің де ең қорқатын, ең үрейлі нәрсе осы тіс дәрігері. Расында да тіс дәрігері болу қиын ба? Тіс дәрігер болу оңай емес. Ол деген не айтсаң өзінің қиындықтары бар ма? Өзінің қиындықтары бар. Біздер деген кішкентай балдармен жұмыс жасаймыз, үлкен жүкті әйелдермен жасаймыз, жасөспірімдермен жасаймыз. Біздің мекемеге деген инвалид адамдарды алып келеді. Біреулері отыра алмайды, біреулері деген тұра алмайды. Енді оның бәрінің деген әртүрлі нюанстары бар да қабылдаудың деген. Соның бәрін біріншіден немен ауыратынын біліп алуымыз керекпіз. Соған өзіміздің емімізді келтіруіміз керекпіз. Сондықтан оңай емес тіс дәрігер болу. Ең алдымен ауыз қуысы дейміз ғой, тісті жалпы қалай тазалау керек? Енді деген тісті бізде көбіне адамдар дұрыс тазартпайды. Көбі деген білмейді вообще оны қалай тазарту керек екен, күніне неше рет тазарту керек екен. Бізге деген көбіне жаңағы немен келеді, тас шыняп ауыздарына деген да. Сосын біз оларға деген түсіндіріп бастағанда, олар бірінші рет естідік, бірінші рет біліп жатыр осылай тазарту керек екен деп айтып жатады. Но қазір енді жаңағы ғаламторда, неше түрлі ютубта да түсіндіріп жатады ғой, тісті қалай тазарту керек екен. Енді оған мән бермейтін болып тұр ғой көбі деген. Сосын жастардың проблемасы, олар деген ойлайды, ана жевательная резинка бар ғой, соны шайнасам, менің тісім тазарады деп та, потому что реклама деген қазір көп. Сосын ойлайды, мен сол жвачканы шайнадым и болды, менің тісім таза деп. Ол дұрыс емес. Біріншіден тісті деген... Тісті қалай тазалаймыз? Таңертең тамақ ішіп болғаннан кейін тазарту керек та. Не десеңде таңертең тұрғанда, мына тістің бетінде деген биопленка болады. Оны тамақ ішкенде ол биопленканы алып тастамаған дұрыс. Ол биопленка сен тамақ қабылдағанда, ана биопленкаға деген тамақ жабыспайды. Сондықтан тамақ ішіп болғаннан кейін аузыңды шайғанда ол биопленка защищать етіп, қорғап мына тістің деген қаптауын тамақ деген тіске жабыспай аузың шайнағанда кетіп қалады да. Сосын деген тісті деген таңертең тамақ ішіп болғаннан кейін бір 15-20 минуттан кейін барып тазарту. Асығыс шаюға болмайды. Сразу тазартып бастап керек емес оны деген да. Тамақ ішіп болғаннан кейін бір 20 минуттан кейін тісті тазартып бастайсыз. Тазартқанда тісті деген жаңағы бізде көбіне ойлайды. Мен зубной пастаның иісін шығардым, щеткамен былай тек жүгіріп шықтым, тістің бойынша да, и сол жарайды, тісім таза деп ойлайды да. Сосын бір момент айтайын дегенім, қазіргі жаңа правила бойынша бізде балдарды ата-аналары 12 жасқа дейін контролировать етіп тұру керек. Тісті тазартқанын даже, да, 12 жасқа дейін апару керек, да. В общем, жаңа айтып жатырмын ғой, күніне 2 рет тазартады, таңертең тамақ ішіп болғаннан кейін тісті тазартқанда үстіңгі тісті мына қызыл еттен астыңға қарай үстіңгі тістерді, да, қызыл еттен бастап үстінен астына қарай сыпыртқымен сыпырғандай қылып бетіп тазарту керек. Былай тазартуға болмайды. Неге десеңде, былай тазартқанда ана тістің үстінде қалған тамақтарды тістің арасына кіргізіп жібереді адамда. Ол дұрыс емес. Сосын деген ана кариес, мына тістің арасында қалып қалған тамақтар ішіне өзіңіз апарып кіргізіп тастадыңыз ғой. Сол кариес бір 3 сағаттан кейін уже кальцинироваться етеді деген бар бізде деген да. Сол кальцинироваться етіп, мына тістерді ана мягкий налет болып, жайлап уже углеводтар шығып, олар мына тісті арасынан жеп бастайды. Сондықтан тісті деген үстінен астына қарай сыпыртқымен сыпырғандай қылып етіп тазарту керек дұрысында. Іш жағынан да солай. Тоже. Іш жағын тазалау қиындау атты. Іш жағында. Мен адамдарға айтам, тістеріңізді тазартқанда обязательно айнаға қарап тазартыңдар. Сонда сен өзіңді айнадан көріп тұрып, ана
былай жалпақ тілмен айтқанда азартқа кіріп кетесің и өзің солай тазартып бастайсыз да. Киноларда көрсетіп жатады ғой, айнаға қарап тұрып тісін тазалайды. Да, вот сонда өзің қызығып кетесің тазартып бастағанда. Астыңғы тістерді де сонда деген астынан үстіне қарай тазарту керек болады. Іш жағынан да солай тазарту керек да. Неше минут жуу керек тісті? 3 минут. 3 минут, 2-3 минут обязательно тазарту керек. Бір не кәдімгі мына движение, вот бір 10 шақты движение каждый сегментте мына зубной щетка 2 тісті алады ғой, 2 тісті, тістің үлкендігіне қарай кейбірде 3 тісті алады, сондықтан каждый сегментке 10 движение жасау керек болады да. Вот айнаға қарап тұрып жасаса, сонда сол өзің қызығып, өзің деген соған талпынып кетесің да. Әдет болып кетеді. Әдет болып кетеді, иә. Вот, сол, в общем, егер деген соны уақытында кешке сосын жатардың алдында енді тамақ ішпеймін ғой, енді болдым ғой бүгінше дегеннен кейін барып, сонда барып тісті тазарту керек. Уже деген қайттан тамақ ішіп бастасаң, онда қайттан жатардың алдында обязательно оны тазартып жатуың керексің. Неге десең де түнде деген если күн ұзаққа сен деген оны деген тамақ ішкеннен кейін аузыңды ең болмаса сумен шайып жүресің ғой тамақ ішіп болғаннан кейін. Түнде уже ол шайылмайды ауыз деген. Солай ішінде қалып қойған тамағың қалып, ана тісті деген жайлап бүлдіріп бастайды. Иә, сосын ана тастар тап болады да, сондықтан кешке тастар неден жиналады тістегі? Тастар сол жаңағы дұрыс жуылмағаннан, уақытында жуылмағаннан, дұрыс тазартылмағаннан, жаңағы мен айтқандай не 3 минут тазартпаса, былай тазартса, еще айтайын дегенім, былай тазартқанда травма болады да, мына тістің травмасы болады. Тістің еті қанап жатады содан? Еті қанап жатады, сосын еті отырып кетеді, көтеріліп кетеді былай деген да. Сосын деген клиновидный дефект деген бар бізде. Сол механический травмадан болатын, осылай тісті тазартқаннан. Жалпы дәрігерлер айтады екен, тіс дәрігерлері, тіс жібін міндетті түрде бір рет пайдалану керек деп. Ол міндетті ме арасында да? Тіс жібін деген енді тістің арасынан тамақ тұрып қалатын уақыт болады да. Адам өзі деген қолымен ала алмайды оны. Сондықтан қазір деген тіс жібі деген былай біздің стоматологический практикада флосы дейді оны деген. Ол любой қазір деген арнайы жіп па сонда? Арнайы жіп, сондай эластичный жіп та, мына тістің арасына жақсы кіретін, оның деген анандай мятный дәмі бар да, вот сондай не жіптер өте тістің арасына оңай кіретін. Солармен тазарту керек болады. Ет тұрып қалады. Кейбірде екі пломба қарама қарсы болады. Сол жерде деген дұрыс тазартылмай қалады да. Сонда деген өзің сезініп баратсаң, ана тістің арасынан иіс шығып біртүрлі өзіңе ұнамайтын уақыттар болады ғой. Сол кезде жаңағы флоспен бүйтіп тазартып жіберсеңіз, ол деген мятный иісі болады. И өзіне де жақсы болады адамның деген. Жағымды болады дейсіз. Иә, жағымды болады. Но көбіне мен байқаймын, қай жерде отырғанда да адамдар деген зубочистка қолданады. Иә, қолданады бүйтіп отырып деген тазартып жатады да, онымен болмайды өйтіп тазартуға. Неге десеңде, ана тісті де бүлдіреді ол деген. Зиян ба сонда? Зиян да. Тісті де бүлдіреді, қызыл етті де бүлдіреді, онымен көп қолдануға болмайды, енді любой жерде флосы тұрмайды ғой, сонда хотя бы қатты бетіп басып, қатты тазартуға болмайды. Тісті ағартып, эмалін ақ қылып көрсету үшін әртүрлі үй жағдайында біреулер соды пайдаланады екен, біреулер жаңағы отбеливающий дейміз, ағартқыштар пайдаланады екен, сол зиян ба жалпы? Үй жағдайда ондай затпен қолдануға болмайды. Бізде деген профессиональный пастылар бар. Соған оданша бізге келіп, тіс дәрігерлерге келіп, соны жаңағы бізде налет дейді ғой енді деген. Соны алдыртқаны дұрыс, потому что бізде қазір деген любой тамақтарда краситель болады ғой. Олар тістерді деген содан тістерде налет болады да, жаңағы қоңыр налет болады, адамдарға өзінің тісінің ұнамайды, жаңағы ақ емес, мен ағартқым келеді деп та, біздер көбіне сол налетті алып, жаңағы профессиональный зубной пастамен тазартып бере аламыз, бізге келгендер дұрыс. Вообще адамдар 6 ай сайын тіс дәрігерге барып тұрғандар. Жылына 2 рет қаралу керек. Да, 6 ай сайын. Ол деген еще бізде деген интенсивность кариесі деген бар.
бізде бір понятие бар, декомпенсированный, уже көп тістері кариес пайда болған, оларға вообще біздер 3 ай сайын келіп көрініп тұрмыз деп айтатынымыз бар. Вот. А вообще просто адам өзі көре алмауы мүмкін, тісінің бүлініп жатқанын, сондықтан ол оданша 6 ай сайын келіп тістерін көрсетіп, не болып жатырғанын, қалай болып жатырғанын, оны біз біле аламыз, өзіміздің специальный инструменттерімізбен қарап айтып бере аламыз. Оған да келіп кетуге болады. Тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы тіс тазалығы бүкіл ағзаның жақсаруына, ағзаның таза болуына әсер ете ме тіс тазалығы? Әрине, солай жаңағы бүкіл тазалық ауыздан басталады ғой. Бүкіл инфекция осыда, да, вот бізде нормадағы инфекция бар, да, жаңағы бактериялар, да, егер деген уақытында тазартпасам, олардың деген нормасы көбейіп кетіп, оны просто біз жұтып атамыз. И қанға кетіп, сондықтан деген жаңағы ішқұрылыс неге зиян беруі мүмкін. Инфекцияға кетеді. Сосын енді бұрын үлкен кісілер тістерін өзім көрдім, әжемнің. Тісін кәдімгі тұзбен шаятады жиі. Жалпы сол дұрыс па тұзбен шайған? Көбіне тіс дәрігерлерінің өздері де сондай кеңес береді, тұзбен шайып тұрған дұрыс деп. Тұзбен шайған деген біздер тұзбен шай деп воспалительный процесс болып жатқанда айтамыз, да. Мына ісікті басу үшін оны көп шаюға да болмайды, потому что тіс ауыздағы мына қызыл ет олып кетуі мүмкін. Қазір көбінде деген аллергическая реакция бар, да, вот тұзға именно, да, вот сондықтан бізге келеді тұзбен шайып етіп деген қызыл еттерін күйдіріп, да, жаңағы даже просто бүйтіп басып қоятын адамдар да бар, ішіне салып тұзды деген, да. Сондықтан тек бүйте қойыңыз деп қазір мен айта алмаймын. Тұз деген зиян емес қой. Оны біз жаңағы тек ісікте обязательно өзіміз айтамыз, нормасын неше рет күніне шаю керек екен, қалай салу керек екен. Оны деген көбейтіп кейбіреулер салып ойлайды, мен көбірек салсам жылдам жазылып кетеді деп. Бірақ та оны болмайды, ол ауызды уылтып жіберуі мүмкін. Сондықтан тұзбен де абайлау керек. Дәрігер ретінде қандай тіс щеткасын пайдаланған дұрыс? Қандай кеңес берер едіңіз? Тіс щеткасы енді деген мына қылдарына қарай алады ғой адамдар деген. Олардың 3 түрі болады, жұмсақ түрі болады, сосын орташа, қаттылығы мына қылдардың деген и қаттысы болады, да. Біздер көбіне орташасын алу деп айтамыз деген, да. Бірақ та мынандай қатты воспалительный процесс болып отырғанда, балдарға деген мына қызыл еттері олардың деген жұқа болады, қызарып қатты ісіп кетіп жатқанда біздер деген жұмсағын алыңдар дейміз, кішкене воспалениесі басылғанша. Енді деген 80% біздер деген көбіне орташа орташа жұмсағын мына қылдың соны деген алыңыз деп айтамыз. Соны пайдаланған дұрыс, да. Анда неде зубной паста щеткада несінде жазулы тұрады өзі деген. Коробкасында жазулы тұрады, қандай екен. Енді о жерде сипаттама берілген, да? Оның о жерде деген орысша жазылады ғой. Мягкая, средней жесткости и жесткая деген болады. Сол средней жесткости дегенді алу керек болады. Әңгімеңізге, сұхбатыңызға рахмет. Көрермендерімізде көптеген тіс күтіміне байланысты кеңес алды деген ойдамын. Құрметті көрермендер, осымен тіс дәрігерінен кеңес айдары аяқталды. Келесіде кездескенше күн жақсы, ауырмаңыздар.